16 желтоқсан қазақ елінің тәуелсіздік алған күні. Біле білсеңіздер, бұл дата қазақтың жалғыз төл мейрамы. Қалғаны жалпы әлемдік мұсылмандар мен түркілерге ортақ мейрамдар. Азаттық алғалы 30 жыл өтсе де, әлі күнге 16 желтоқсан үрейлі суық. Өйткені Мамай, Әбіләзов сынды шолақ белсенді саясаткерлер митингілеп, ұрандап шыға келеді. Көрші мемлекеттерді қараңыздаршы, егемендік алған күн үлкен мейрам. Алдыңғы шығарылымдардың бірінде хайп сөзінің мағынасын ашып, саясатқа да еніп кеткенін айтып едік. Міне соған тағы бір дәлел Жанболат Мамайдың соңғы уақыттағы іс-әрекеттері. Желтоқсан құрбандарын еске аламыз деп алаңға келіп алады да жаттанды әуеніне басады. Боздақтарға құрам бағыштап, хайп жасамай қайтып кетсе болады ғой. Жоқ, Жанболат алаңда тұрып толғанады. Жауыр болған мәселелерді көтереді де, өзін саяси күрескер ретінде көрсету мақсатында ұпай жинап қайтады. Өзгермейтін жылдағы бір сценарий. Жуырда Жанболат Мамай несиелік амнистия мәселесін көтергеннен кейін билік халықтың қарызын кешіре бастады. Бұл біздің кезекті жеңісіміз деп айдаспанға бірақ шығарды. Айналайын Жанболат, мемлекет несиелік қарызды жүйелеп, біраз азаматтардың қарызын қайта санап, өсімпұлдары шамадан тыс көбейіп кеткендердікін кешіріп жатқанына пәленбай жылы болды емес пе? Бұл қайсасқаның, хайп па? Хайп. Мамаймен жағаласып тазша бала да қарап жатқан жоқ. Ол да жоқ жақтастарын 16 желтоқсан күні алаңға шақырумен әлек болуда. Иә, қалай болғанда да Әбіләзов трендтен кетті. Қазіргі уақытта тыңдаушысы да, жақтаушысы да жоқ десе болады. Өйткені 200 адамның түптің түбінде беті ашылатыны белгілі ғой. Мысалы, осыдан бірнеше жыл бұрын Әбіләзов жаңа өзендегі қырғынды ұйымдастырушылар бірімін деп айтқан еді. Бүгінде ол сөзін жоққа шығаруда. Бейбіт халықты арандатып, оққа байлап бергеннен кейін шала бүлініп отырғанын да түсінбедік. Біздіңше Жанболат Мамайдың да саяси белсенділігі тағдыры Әбіләзовтың кейпін кешетіндей. Өйткені қазірдің өзінде Мамай мылжың философияға түсіп кетті. Сөзінің зілі жоқ, бос дабыра. Байқасаңыздар, Мамайдың да жақтастары сиреп қалды. Тек жанында Мамайдың жобасы арқылы тиын тебен тауып жүрген бір төбел ғана жүр. Сөз соңында айтпағымыз, әруақты сыйлаңдар. Саяси ұпай жинау үшін 16 желтоқсанды пайдаланбай-ақ қойсаңдар екен. Азаттық деп басым бәйгеге тіккен боздақтардың көз жасынан хайп ұстамаңдаршы. Онсыз да басқа мейрамдар жетіп артылады бізде.